Жарайды, біз AI негіздерімен саяхатымызды жалғастырамыз. Ал бүгін біз алдыңғыдан өзгеше нәрсені үйренеміз. Алдыңғы сегменттерде сіз 4 қуатты сұрау құру техникасын меңгердіңіз. Біріншісі бірнеше мысал арқылы оқыту болды. Екіншісі ой тізбегі әдісі болды. Үшіншісі рөлдік сұрау беру, ал төртіншісі JSON құрылымындағы нәтиже болды. Соңғы код жаттығуында біз осы 4 түрлі техниканы сұрау құруда біріктіруді үйрендік. Қызмет жасаған кезде қандай да бір жауаптар қайтару маңызды. Жауаптар анық және белгілі бір форматтарға сәйкес болу керек. AI жауаптарды қиялдан шығарылған, түсініксіз құрылымдармен, тым ұзақ, тым қысқа немесе орынсыз жауаптармен құрастырмауы керек. Сондықтан жауаптарды белгілі бір нұсқаулықтармен, форматтармен және құрылымдармен орнату маңызды. Осылайша ол әрқашан клиент сұрауларына жауап бергенде, есептер жасағанда немесе нәтижелерді дерекқорға сақтағанда біркелкі болады. Сонымен, сіз AI мен қалай сөйлесуді үйрендіңіз. Енді сіз AI мен қалай құруды үйренесіз. Қосымшаны не құрайды? Бір сұрақ сияқты. Бірақ нақты қосымшаларға көбірек керек. Олар әңгімелерді есте сақтауы, кейде қателерді дұрыс өңдеуі, деректерді сақтауы және машина емес, сарапшымен сөйлесіп тұрғандай сезім тудыруы керек. Кейде сіз 10 жыл Кореяда тұрған және немерелеріне өмірі туралы айтып беретін қазақстандық әже болуыңыз керек, білесіз бе? Сондықтан сіз анықталған тұлғалар туралы нақты болуымыз керек. Бүгін біз соның кейбірін құрып, жүйелік сұраулардың күшін сезінеміз. Рөлдік сұрау беруді есте сақтаңыз. Сіз тарих саласының сарапшысыз. Бүгін сіз бұл техниканың әрбір AI қосымшасының негізі болатын көресіз. Жүйелік сұрау сіздің өніміңіз болып табылады. Ол сіздің AI-дың тұлғасын, білімін және қарым-қатынас стилін анықтайды. Сонымен әңгіме тарихы неге маңызды? Сіз трансформерлердің контекст терезелерін білдіңіз. Олар әңгіме тарихынсыз, кек енгізілген мәліметтерді ғана көре алады. Әр хабарлама нөлден басталады. Бүгін сіз GPT-ті ақылды етіп көрсететін қарапайым, бірақ қуатты техниканы жүзеге асырасыз. Әр сұраумен бірге толық әңгімені жіберу. Сонымен, AI-дан жауап алғаныңызды елестетіңіз. Содан кейін, келесі сұрау үшін кейде бұрын талқыланған нәрселер қажет болады. Солай емес пе? Осындай жағдайда сіз оларды сақтау, әңгіме тарихын сақтау және оны келесі сұрауларға қолдану қажет боласыз. Біз әңгімелерді қалай сақтау керектігін де үйренеміз. Сіз оны әңгіме тарихын келесі сұраулар мен өзара әрекеттесулерге жіберетіндей етіп, оңай бағдарламалай аласыз. Біз оларды нақты нәрсеге жинақтаймыз. Бұл бөлімнің соңында кез келген адам қолдана алатын қосымшаңыз және басқа қосымшаларды жасау дағдыларыңыз болады. Мұны елестетіңіз. Мен Қазақстандағы тауларға жаяу серуендеуге барғым келеді. Әртүрлі тауларды зерттеп, жаяу серуендеуді жақсы көремін. Және көптеген YouTube бейнелерін көрдім, бірақ шынында да оны жүзеге асыра алмадым. Мен Қазақстан табиғатында жаяу серуендеуге қатты қызғанмын. Жақын арада мен оны жүзеге асыра алатыныма сенімдімін. Уақытым болған сәтте оны жасаймын. Сонымен, біреу сізден мәдени білім беру немесе Қазақстанда саяхаттау тақырыбында чат-бот немесе басқа қосымша жасау туралы сұраса, сіз не жасайсыз? Бұл курсқа дейін сіз AI моделін оқыту үшін бірнеше ай қажет деп ойлаған болар едіңіз. Бірақ енді сіз жақсырақ білесіз. Дұрыс жүйелік сұрау,
әңгіме жүргізу, бірнеше ондаған Python жолдар арқылы сіз бір сағаттан аз уақыт ішінде таңқаларлықтай күрделі AI көмекшісін жасай аласыз. Бүгін осыны жасап жатырмыз. Сегмент соңында сізде Қазақстан мәдениеті сұрақ-жауап көмекшісі болады. Ол тарих, тағам, тіл және дәстүрлер туралы білетін болады. Ол сіздің әңгімеңізді есте сақтайды. Bench bar Mark жайлы сұраңыз. Оны қалай жасайсыз? Ол оның мәнін біледі. Ол қателерді дұрыс өңдейді және әңгімелерді кейінге сақтайды. Бұл жай ғана демо емес, бұл үлгі. Жүйелік сұрауды өзгертіңіз, сонда сізде басқа сарапшы болады. Француз ас үйінің көмекшісі Python бойынша оқулық, заңдық, сұрақ-жауап боты. Сіз қалаған кез келген қосымшаны жасай аласыз. Алғашқы нақты LLM-ді жасайық. Сонымен Hugging Face-тен алынған атақты QN моделімізді енгізуден бастайық. Жақсы, мен Қазақстандағы таулардың осы суретін қойдым, өйткені мен сол жерде болғым келеді. Содан кейін мен ойымдағы саяхат қосымшасы туралы айтамын. Алдымен тың бірінші яшығы. Біз не істеу керектігін білесіз бе? Сіз енгізуіміз керек. Білесіз бе, бұл жұмыс істеу үшін Hugging Face токендерін енгізу керек. Сондықтан мұны жасаңыз. Сіз оны қалай жасау керектігін білесіз. Содан кейін екінші яшықта Қазақстан және сарапшы. Сұрауын жасаңыз. Сонымен жүйелік сұрау мынандай. Сіз Қазақстан бойынша достық және білімді сарапшысыз. Сіздің біліміңіз мыналарды қамтиды. Біз осы AI тұлғасының білімі қандай болатынын анықтап жатырмыз. Тарих. Ежелгі көшпелі тайпалардан бастап Қазақ хандығына және 1991 жылғы тәуелсіздікке дейін. География дала таулары, Каспий теңізі, Астана және Алматы сияқты ірі қалалар. Мәдениет тұрғысынан. Домбыра, тағам, безбармақ, бауырсақ, салт дәстүрлер мен мерекелер. Тіл, қазақ тілі, негіздері, жалпы тіркестер. Кириллица және латын әліпбиі. Қазіргі Қазақстан. Экономика, технология, білім беру, валиақаралық қатынастар. Сіздің қарым-қатынас стиліңіз жылы және қонақжай, досына жергілікті жерді көрсетіп жүргендей. Қажет болған жағдайда қызықты фактілер мен жеке әсерлер қосыңыз. Қазақ сөздерін аудармасымен бірге қолданыңыз. Жауаптарды ақпараттық, бірақ әңгімелесу стилінде ұстаңыз. Әдетте 2-4 абзац. Егер нақты бір нәрсені білмесеңіз, шындықты айтыңыз. Бұл ең маңызды нәрсе. Шындықты айтыңыз. Көп жағдайда AI чат-боттармен сөйлескенде, олар өте сенімді болып көрінеді. Бірақ шын мәнінде қиялдан шығару мүмкін. Сондықтан біз бұл сөйлемді қосқымыз келеді. Шындықты айтыңыз. Әрқашан қазақ мәдениеті мен дәстүрлеріне құрметпен қараңыз. Жақсы, бұл сұрау осындай болады. Бұл сұрау AI барлық сұрақтарға қалай жауап беретінін анықтайды. Оны өзгертіп көріңіз, және сіз оны өзгерте аласыз. Сіз сипаттамаларды, тұлғаларды және көзқарас бұрыштарын өзгерте аласыз. Осылай бастапқы сұрауды орнатасыз. Содан кейін біз қарапайым чат функциясын құрамыз. Сонымен біз чат анықтауды білеміз. Бұл жолы ол chat user message айнымалы атау арқылы ол бұрын анықтаған Қазақстан сарапшысына хабарлама жібереді және сол тұлғадан жауап алады. Функция контекст үшін алдыңғы хабарламаларды есте сақтайды. Бұл жерде ең маңызды нәрсе осы. Ол бұрын не сұралғанын есте сақтауы керек. Сондықтан сіз сұрақ қойған кезде ол жауап бергенде алдыңғы сұрақтарды ескереді. Міне, солай. Пайдаланушы хабарламасын тарихқа қосыңыз. Әңгіме тарихқа. Сол функция дәл сол жерде .append. Ол әңгіменің тарихын қосады.
Әйтпесе бұл чатбот тек алған жеке сұрауына жауап береді. Бұрын не сұралғанын ескермейді. Дұрыс па? Сонымен ол барлық әңгіме тарихын осында алады. Дұрыс па? Содан кейін ол өз жауабын ұсынады. Жақсы, дәл осы жерде әңгіме тарихы қосу. Жақсы? Жақсы. Содан кейін әңгімені қалпына келтіру. Қажет болған жағдайда әңгіме тарихын тазалау керек. Жақсы? Кейін былай дейді. Чат функциясы жасалды. Хабарламаңыз әңгіме тарихы жүйелік сұрауына қосылып, толық тарих IP-ға жіберілді. Әрине, токен лимиті болады. Егер сіз AI чатботымен 1 сағат сөйлессеңіз, модель барлық сұрақтар мен жауаптарды сақтап, әр сұрақ қойған сайын олардың барлығын API-ға қайта жіберетін күтуге болады. Өйткені ол қар жинағандай көбейе береді. Ол өте үлкен болады. Және сіз мұны токен лимиті ішінде жасай алмайсыз. Себебі бұл модельдердің әрқайсының токен лимиті бар. Менімше, бүгін мен жазып жатырмын. Cloud AI ең көп қабылдау мүмкіндігіне ие. Менің ойымша, сіз бүкіл кітап көлеміндегі әңгімелерді оқи аласыз. Сіз жай ғана кітапты лақтырып, бұл кітап не туралы деп сұрай аласыз, солай ма? Сонда ол оны өңдей алады. Менің ойымша, сіз мұны ChatGPT арқылы жасай алмайсыз. Мүмкін Gemini'дің токен лимиті әлде қайда жоғары шығар. Мүмкін бірнеше кітап лақтырасыз. Барлығы тез өзгеруде. Сонымен дәл қазір көріп отырғаныңыздай, мүмкін қазір 10 кітап көлеміндегі әңгімелерді енгізе аласыз. Мүмкін дұрыс. Сондықтан біз бұл туралы сөйлескен сайын токен лимиті артып келеді. Сіздің хабарламаңыз әңгіме тарихы жүйелік сұрауына қосылды. Толық тарих API-ға жіберілді. Бұл функцияның ең маңызды ерекшелігі. Және AI жауабы тарихқа қосылды. AI енді алдыңғы хабарламаларға сілтеме жасай алады. ChatGPT стиліндегі әңгіме осылай. Жақсы, содан кейін біз жылдам тест жасаймыз. Бұл тестте чат функциясы. Қазақстанның астанасы қандай деп сұрайды. Содан кейін ол былай жауап береді. Қазақстанның астанасы қандай? Сарапшы Қазақстанның астанасы Астана екенін айтады. Ол бұрын Нұрсұлтан деп аталған. Марқұм президенттің құрметіне және т.б. Астана Қазақстанның солтүстік бөлігінде орналасқан. Жақсы, сонда ол сарапшының жауабын береді. Мен байланыс үзілдім. Сондықтан мен сарапшының білім салалары мен анықталған тұлғаларына негізделе отырып, қайта қосылуым керек. Жақсы, сол иашық мұны жасайды. Содан кейін сіздің чат-ботыңыз осылай көрінеді. Интерактивті сұрақ-жауап сессиясы. Содан кейін ол былай дейді. Егер сіз сұрақ-жауап сессиясын аяқтасаңыз, шығу керек. Әйтпесе ол сіздің сұрақ қоюды жалғастыруыңызды күтеді. Ол тоқтап қалмайды. Содан кейін бүкіл әңгіме тарихын сақтауға дайын болыңыз. Сондықтан келесі код иашығын іске қоспас бұрын шығуды енгізгеніңізге көз жеткізіңіз. Жақсы. Содан кейін ол сұрақ немесе пәрмен енгізіңіз деп бастайды. Сонымен сіз мұны орындаған кезде негізінен сізге терезе береді. Содан кейін сіз Алматы немен танымал деген сияқты сұрақты теріп, енгізу пернесін баса аласыз. Бұл мен терген нақты сұрақ. Алматы немен танымал және енгізу пернесін басыңыз. Содан кейін ол сарапшының жауабын береді. Сарапшы былай дейді. Алматы Қазақстанның бұрынғы астанасы және қазіргі ең үлкен қаласы, әртүрлі себептермен танымал, жарқын және космополиттік мегаполис. Ең алдымен ол шығыстың Париж ретінде танымал. Оның кеңістіктері, европалық стилдегі сәулеті және жалпы атмосферасы арқасында. Қала асқақ Тянь-Шань тауларымен қоршалған,
Бұл таңғажайып көрініс жасап, жаяу серуендеу мен шаңғы тебу сияқты ашық ауада демалуға шексіз мүмкіндіктер береді. Алматының ең танымал көрікті жерлерінің бірі Достық фонтаны. Мен бұған сенімдімін. Мен бұл мәтіннің бұрын енгізілген деректерден алынғанына сенімдімін. Сондықтан мұнда көп қиял жоқ деп үміттенемін. Бұл мен қойған екінші сұрақ. Астана, Қазақстанның астанасында жастар мектептен кейін уақыт өткізетін әртүрлі орындар бар деп айтады. Қала өзінің заманауи сәулетімен танымал. Менің ойымша, бұл алдыңғы сұрақтан қайталанған. Танымал орындардың бірі Жеңіс саябағы. Бұл рас па? Мен сенімді емеспін. Бұл жай ғана саябақ емес, мейрамханалар, кафелер және ойын-сауық орындары бар аймақ. Мен ол жерде болған жоқпын. Бірақ білетіндер Астанада жастар мектептен кейін қайда жиналатынын айта алады. Жақсы, сонда ол сізге осындай жауап береді. Содан кейін бұл менің тағы бір нақты сұрағым. Ұшақты жалға алу қаншалықты қиын? Қате жаздым. Ұшақты жалға алып, елді аралап ұшу. Егер сіз ақш-тан келген ұшқыш болсаңыз, мен ақш-тан келген ұшқышпын. Сондықтан мен бұл нақты модельде жеткілікті тәжірибе бар ма екенін білгім келді. Жақсы, көрейік. Ережелер мен лицензиялау ең маңызды нәрсе. Қазақстанның өз авиациялық ережелері мен лицензиялау процестері бар. Оларға сәйкес келуіміз қажет. Қазақстанның әуе кеңістігі мен ережелеріне қатысты барлық аспектілерді Қазақстан Республикасының азаматтық авиация комитеті қадағалайды. Мен мұны тез үйреніп, Қазақстанды айналып ұшуға қабілетті болатыныма сенімдімін. Ұшақты жалға алатын орынды табуым керек. Инфрақұрылым және техникалық қызмет көрсету. Қазақстандағы авиациялық инфрақұрылым қарқынды дамып келеді, бірақ айырмашылықтар болуы мүмкін. Қазақстан бай мәдени мұраға және алуан түрлі халыққа ие. Ұшу тәжірибесі елді тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Жақсы, практикалық кеңестер. Тіл дағдылары маған қажет. Қазақ және орыс тілдерін жетілдіру үшін курстарға қатысуды немесе тіл үйрену қосымшаларын пайдалануды қарастырамыз. Менің ойымша, мұны жасауым керек. Бірақ сонымен қатар, ұшақты басқару үшін бәрі ағылшын тілінде болуы мүмкін. Әуежай мұнарасы, әуе кеңістігін бақылаушылар. Мен олардың барлығы ағылшын тілінде сөйлейтініне сенімдімін. Өйткені олар әуе кеңістігін үнемі басқарады. Қазақстанның әуе кеңістігі арқылы ұшатын барлық халықаралық рейстермен. Сондықтан мен барлық ұшқыштардың қазақ және орыс тілдерін білетініне сенбеймін. Мен әуе кеңістігін бақылаушылармен ағылшын тілінде сөйлесетін көптеген адамдардың ұшып жүргеніне сенімдімін. Бірақ қалай болғанда да бұл жақсы жауап. Жалпы, сіз осы сұрақтарды қойған кезде соңында мен шығу деп тердім. Қазақстан туралы білгеніңіз үшін рахмет. Сол кезде бұл функция бүкіл әңгіме тарихын сақтауды біледі. Содан кейін келесі яшықта әңгімені файлда сақтау. Жақсы, ол бәрін сақтайды. Оның әңгіме сақтау және әңгімені көрсету функциялары да бар. JSON файлына сақтау. Содан кейін әңгіме тарихын көрсетіп, тазартып, қайта бастайды. Жақсы, талқылағанымызды көрсету. Әңгімені көрсету. Сонымен бұл мен қойған нақты сұрақтар. Алматы немен танымал? Содан кейін мен қойған ұшақ туралы сұрақты еске алыңыз. Барлығы 6 хабарлама, барлығы сақталды және ол жерде тұр. Сондықтан, егер сіз осында барсаңыз, қалпына келтірмесеңіз,
Fayllarыңызды да осында сақтай аласыз. Жақсы, көрейік. Әдетте барлық файлдарды сол жерде сақтайсыз. Бірақ мен оны іздеуге алаңдамаймын. Бірақ сіз әңгіме тарихын, өзара әрекеттесу тарихын сақтау маңызды екенін түсінесіз. Оны сіздің контекстте сақтау қажет. Содан кейін, модермен әңгімеңізбен сұрақтарыңызды жалғастырған кезде, ол талқыланған нәрселерді есінде сақтайды. Бұл қазіргі заманғы AI дәуірінде өте маңызды бола бастады. Енді, кем дегенде мұны қалай жасау керектігін білесіз. Жақсы. Содан кейін өз сарапшыңызды жасау. Оны қолданып көріңіз, әртүрлі сарапшыларды байқап көріңіз. Бірақ мұны істеу үшін сізге тіл үйретушіге немесе тарих баяндаушысына арналған нұсқауды анықтау керек. Солай ма? Сіз олардың қандай болатынын, қандай тәжірибеге ие болу керектігін және қандай көзқарастарға ие болу керектігін нақты анықтауыңыз қажет. Мысалы, егер сіз тұтынушыларды қолдау сұрауын жасап жатсаңыз, бұл техникалық қолдау туралы болуы мүмкін. Содан кейін сіз техникалық қолдау көрсететін адамның не білу керек екенін және тұтынушылардан келетін сұрақтарға қалай жауап беру керектігін анықтағыңыз келеді. Сонымен сіз осы параметрлерді өзгерте аласыз. Бұрын айтқанымдай, мен саяхаттағым келеді. Содан кейін мүмкін сіздің туристік гидіңіз бола алатын шынайы AI тұлғасын ұсынатын компания ашқым келеді. Солай ма? Сондықтан мен осындай идеяны ойлап таптым. Сіз Қазақстан бойынша саяхатқа құмар, жергілікті гидсіз, дұрыс па? Содан кейін сіздің тәжірибеңіз әр маусымда баруға болатын ең жақсы орындар. Туристер байқамайтын жасырын қазыналар. Содан кейін практикалық кеңестер, көлік нұсқалары, бюджетке қатысты кеңестер, қауіпсіздік бойынша кеңестер, мәдени әдептер, бір күндік және бірнеше күндік маршруттар. Сіздің стиліңіз, өз отаныңызды бөлісуге құштар және ынталы. Дұрыс па? Егер сіз туристік гид, экскурсиялық гид, AI серіктесін орнатсаңыз, мүмкін сіз мұны мобильді қосымшаға енгізіп, адамдар оны жүктей алатындай етіп жасай аласыз. Мен күніне $2 төлеуді ұнатамын. Мен сіздің туристік гидіңіз боламын, және сізге барлық жергілікті мәліметтерді Google іздеулерінде немесе ChatGPT-де табылмайтын жасырын қазыналарды ұсынамын. ChatGPT бәлкім жергілікті жасырын қазыналар деңгейіне жете алмайды, солай ма? Бірақ сіз осы мобильді қосымша компаниясының бас директоры ретінде көптеген жасырын қазыналарды қоса аласыз. Қазақстанға саяхаттауға келгендер үшін. Егер сіз AI туристік гидін жалдауды ұнатсаңыз, күніне $2 төлеңіз, осындай нәрсе. Содан кейін сіз өз іздеулеріңізден немесе жаһандық AI модельдерімен өзара әрекеттесуден мүлдем өзгеше боласыз. Өйткені оларда жергілікті контекст жеткіліксіз болуы мүмкін. Жақсы, осылай жасайсыз. Содан кейін, егер сіз чат функцияларын біз бұрын жасағандай анықтасаңыз, жүйеңізді іске қосып, әңгімеңізді жалғастырып, сұрақтар қоя аласыз және оларды сақтай аласыз. Әрине, бұл барлық итерацияларды токен шегі жеткенше сақтайды, өйткені қазір бұл тегін. Сондықтан мен нақты токен шектерін білмеймін, бірақ ол айтарлықтай ұзақ. Содан кейін сіз баруға болатын орындар, өрмелеуге болатын таулар сияқты барлық сұрақтарды қоя аласыз. Тіпті апталық немесе күнделікті саяхат маршруттарын құра аласыз. Және бюджетпен басқа да нәрселерді сұрай аласыз. Жақсы, сондықтан QN жаман емес. Тағы да QN, сіз мұнымен не істей алатыныңызды ескерсек, мүлдем жаман емес.
Бірақ сіз үлкенірек модельдерді және көлемді LLM-дерді қолдана аласыз. Бірақ мен басқа елдерде біз сияқты әзірленген көптеген жаһандық модельдерде жергілікті ерекшеліктер мен мәдениет туралы мәліметтер жоқ деп ойлаймын. Бұл сіздің өзіңіздің жергілікті деректер жинағыңызды жасап, оны қазір пайдалану мүмкіндігіңіз. Сіз көп қабатты жүйені қалай жасау керектігін білесіз. Содан кейін оны үйрете аласыз. Немесе нұсқау инженериясын қамтамасыз ете аласыз. Немесе оны байланыстырып гибридті жүйе жасай аласыз. Осылайша басқа біреу әзірлеген үлкен тілдік модельдер жалпы сұрақтарға жауап береді. Бірақ сіз өзіміздің жергілікті ерекшеліктеріңізге, жергілікті мәліметтеріңізге, құпияларыңызға және жасырын қазыналарыңызға толы деректеріңізді қосып, өзіңіздің жергілікті туристік гид қызметіңізді ұсына аласыз. Бұл жай ғана мысал. Басқа салалар туралы ойланыңыз. Бұл қаржы, құрылыс, бөлшек сауда немесе заң саласы болуы мүмкін. Қазақстандағы тән нәрсе, сондықтан басқа жаһандық ірі LLM-дер бұл туралы білмеуі немесе хабардар болмауы мүмкін. Бұл Қазақстандағы адамдар үшін шынайы бейімделген жеке қызметтерді ұсынуға мүмкіндік береді. Осы сабақта сіз қызықты нәрсе үйрендіңіз деп үміттенемін. Енді сіз итерацияларды қалай сақтау керектігін және сұрауларға қайта қолдануды білесіз. Содан кейін осы қосымшаларды әзірлеп, баптап, өзіңізге ұнайтын мүмкіндіктерді бейімдей аласыз. Бұл құралдар сіздің құралдар жинағыңызда болған кезде өте пайдалы болады.